Армысыздар, қадірменді оқырман қауым. Кітапханашы мәртебелі мамандық тақырыбындағы әдеби сағатты назарларыңызға ұсынамын. Кітапхана дүниеде ештеңе теңестірілмейтін білім бұлағының көзі. Ғасырдан ғасырға адамзат тарихының керуенін сүріндірмей әкеле жатқан шырағы биік, парасаттылық пен біліктіліктің киелі ордасы. Кітапхана оқырман үшін үлкен тәрбие мектебі. Сансыз сұрақтардың жауабын табуға болатын сиқырлы да киелі орда. Кітап уақыт пен кеңістіктің тынысына толы адамзат ойының жемісі. Қоғамның мәдени күштерін дамытудың қуатты құралы, қайнар бұлағы. Мәдениет пен өнер ұлы болмайынша, ұлт ұлы болмайды дегендей, егеменді мемлекетіміздің болашақ жастардың мәдени танымдық қабілетін қалыптастыратын мәдени ортаның бірі кітапхана болып табылатынын бүгінде білмейтін адам кемде кем. Қызығы мен қиындығы мол кітапханашы мамандығы туралы бір-ақ ауыз сөзбен жеткізу мүмкін емес. Жұрт көп біле бермейтін, көбелене бермейтін, бірақ дүйім оқырманның кітап жайлы бағыт-бағдар алу үшін жан тәнімен беріліп қызмет атқарып жатқан кітапханашылардың еңбегі ұшан теңіз. Қасиетті қазынамызды көздің қарашығындай сақтап, насихаттап, ел игілігіне жаратып жүрген кітапханашылар ең қажетті, абыройлы мамандық иелері. Кітапханашылар білім, ғылым, өнер мен мәдениеттің дамуына өлшеусіз үлес қосып, өркен негізін қалауда. Эстетикалық талғамы бай, ойы зерек, қиялы жүйрік, өзінің кәсіби шеберлігін шыңдаған оқырмандарға білім мен қажетті ақпараттың тиімдісін демдеп беріп отырған, ой өрісі кең, жан-жақты, білімді, парасатты кітапханашылардың орны өзінше бір бөлек. Кітапхана саласы ақпарат пен білім орталығы ретінде ақпаратты беру мен табу, іздестіру жолдарын білуде. Кітапханашы мамандар бірінші кезекте жоғары ақпаратты білімменен қаруланған өз ісінің шебері, әмбебап маман болуы керек. Кітапханашының жұмысы жаңалыққа құмарлықтан басталады. Сан түрлі мамандықтар бар, бірақ кітапханашы мамандығы өзінің өте қызықты да тартымдылығымен ерекшеленеді. Себебі күн сайын жаңалыққа толы сәттер, яғни жаңа келген газет, журналдар, жаңа кітаптар және күн сайын келіп кітап алып жатқан оқырмандар, оқытушылар, қызметкерлер легі толастамайды. Жүсіпбек Аймауытов: мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл жай ғана күнелту, тамақ асыраудың ғана жол емес, үлкен өнерді, зор шебершілікті қажет ететін нәрсе, дейді. Кітапханашының еңбегі қоғам мен мемлекеттің дамып өркендеуіне өте қажет әрі маңызды мамандық екенін ешкім жоққа шығара алмайды.